акцияға қош келдіңіздер. Ең алдымен сіздерді акцияның сәтті аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Жоба туралы өз ауыздарыңыздан естігенді жөн санадық. Жансұлтан, барлығы қалай басталды? Идеяға негіз болған не? Барлығы қалай басталды десек, біз 3 қазан күні Белес партиясы Назарбаев зияткерлік мектебінің өзін-өзі басқару ұйымы ретінде жарияланғаннан кейін біз партия мүшелері болып, басқа мектептің президенттерімен етене жақын жұмыс жасағымыз келді, және бір айдан кейін біз 4 қараша күні 11, 20 және 22 мектептің президенттері болып алғаш рет жиналдық. Сол жиналыста біз ортақ келесі жартыжылдықта жасайтын жобаларды қарастырдық, және соның ішіндегі бізге ұнағаны ол жүрегім жомарт қайырымдылық акциясы. Және ең басында біз 4 қана мектеп болдық, және жұмыс барысында бізге Замира Ерболатқызы қосылды, және қазіргі таңда мектептердің саны толығып 8 мектеп болып жұмыс жасаудамыз. Және бізге көмектесу үшін осы қаламыздан Адал волонтер клуб және Доброволец еріктілер тобы қосылды. Замира Ерболатқызы, процесс кезінде туындаған қиындықтар қандай болды? Демеушілер туралы айта кетсеңіз. Басқа мектептерден демеушілер өте аз болды. Біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары осы жобада өзінің көшбасшылық қасиеттерін жақсы көрсетті, сонымен үлгі болды деп ойлаймын. Ал енді нәтижелер туралы айта кетсеңіздер, жиналған қаржы мөлшері қанша болды? Нәтижелер қанағаттанарлық бола алды ма? Жиналған қаржымен отбасыларға қандай нақты көмек көрсетілді? Жалпы осы жобаның ұйымдастырушылары ретінде біз негізі барлық Маңғыстау облысының мектептері болып, Маңғыстау облысының мектептерінің бірлестігі деген атпен осы акцияны ұйымдастыруымыз келді. Алайда жұмыс барысында біз көптеген қиындықтарға душар болдық. Басқа орта мектептерде осы қайырымдылық акциясы өткізуге деген көзқарастар әртүрлі, және қазіргі таңдағы Замира апа айтқанда індетке байланысты кейбір мектептердің жетекшілері бізге қарсы болды, олар бас тартты. Алайда біз осы қиындықтардың бәріне қарамастан осы акцияны соңына дейін апарамыз деп шештік. Және ең бірінші бұл акцияның мақсаты 5 отбасы әлеуметтік көмек көрсету болғанымен, бұл акция негізі Мұқаш Оралбай айтып өткендей, негізі маған бұл корпоративтік волонтерлікті дамытады. Себебі бұл акцияны ұйымдастырушылары тек жаңағы біз президенттер емес, сонымен қатар белсенді мұғалімдер, ата-аналар және осы мектептен тыс адамдар да бізде көмектесіп жатыр. Мысалы айта кетсек, мен және Белес партиясы болып осы мектебіміздегі дене шынықтыру әдістемелік бірлестігімен бірге мектебіміздің тарихындағы алғашқы қайырымдылық онлайн марафонын өткіздік. Және осы марафонда мұғалімдердің көмегі өте зор болды, себебі маска және медальдарды біз дайындауда мұғалімдер өз қалтасынан көтерді және өзінің еңбегімен тігіп шықты. Мысалы, біздің мектебіміздегі сәнгер үйірмесінің жетекшісі және қосымша пәндер педагогы Жұмаева Алмагүл апай бізге осындай маска тігіп берді. Бұл масканың дизайнын мен дайындадым. Бұның бір ерекшелігі, бұл қазіргі көріп отқан цитатаңыз ол қазақша болса, басқа маскаларда 3 тілде жазылған. Яғни бұл 3 тілділікті де қамтиды. Осы масканың 100 данасын бізге Алмагүл апай тігіп берді. Осы қайырымдылыққа қосқан үлесім болсын деді. Және басқа мұғалімдерден Замира Ерболатқызы біздегі престиж орталығында өтіп жатқан жәрмеңкелерге өз атынан орын алып, бізге осы 2 жәрмеңкені және осы акцияны соңына дейін жеткізуге өте зор үлесін қосты. Мұғалімдерсіз, ата-аналардың көмегінсіз біз осы акцияны аяқтай алмайтын едік. Басқа демеушілер бізде осы Ақтау қаласының қайырымды жандар тобының волонтері, біздің информатика пәнінің мұғалімі Ақмарал Ержановна, ол Экоуэйст атты Экоуэйст Ақтаудың белсенді қатысушылардың бірі, және
осы жақында экоуэйс бізге өздерінің тарапынан жаңағы техникалық қалдықтардан жасалған 2 ноутбукты сыйға тартты, және 25 күні біз осы 2 ноутбукты жағдайы төмен отбасыларға апарып бердік. Және тағы бір біздің бұрынғы өнер пәнінің мұғалімі Тоғжан апай, оның қазіргі таңда Оюленд шеберханасы бар. Біз осы 2 жәрмеңкеде Оюлендтің ағаштан, қолдан жасалған бұйымдарын сатып, сол сатылған бұйымдардың 20%-ы қайырымдылыққа жұмсалды. Тоғжан Алтаевның қосқан үлес туралы айтып кететін болсақ, ол кісі бізде мектепте бұрын жұмыс жасаған, өнер пәнінен сабақ беріп, әдістемелік бірлестік жетекшісі болған өнер пәнінің. Ол кісі біздің мектепшілік Росток Добра қайырымдылық фондының жетекшілерінің бірі, негізгі жетекшілерінің бірі. Сондықтан ол біздің акция туралы естігеннен кейін қалайда өзінің үлесімді қосуым керек деген мақсатта бізге көп көмегін тигізді. Соның ішінде осындай чайниктардың астына қоятын және ас үйде пайдаланатын тақтайшалардан сатуға бізге беріп, соның 20%-ын біздер алып, ары қарай бізге әлі күнге дейін бізге көмектесеміз деген өзінің уәдесін берді. Сонымен қатар біздің мектепшілік Росток Добра қайырымдылық фондыны туралы айтып кететін болсақ, бұл Росток Добра бізге осы акциямыздың аяқ жағына қарай қосылды. Олар өздерінің фондынан бізге жүрегім жомарт акциясына 50 000 теңгедей қаражат бөліп бізбен соңына дейін болды. Негізі мен үшін кез келген жобаның, жұмыстың нәтижесінен бөлек жұмыстың барысы маңыздырақ, себебі әр жұмыс, әр жобаның жұмыс барысы кезінде ол оқушылар, ұйымдастырушылар өзіне керек көптеген дағдыларды бойына сіңіреді, тәжірибе жинайды және көптеген таныстықтарға жол ашады. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы айтып кеткендей, Назарбаев зияткерлік мектептерінің білім жүйесін жалпы білім беретін орта мектептерінің жалпы білім беретін мектептермен теңестіру қажет. Осы орайда өзге мектеп көшбасшылары өздеріне үлкен тәжірибе алды деп ойлаймын. Сонымен қатар өздерінің мектептерінде де осындай акциялар, қайырымдылық акцияларын ұйымдастырады деген сенімдемін. Ал енді Жансұлтан, сенен сұрағым келіп отыр. Жүрегім жомарт жобасы алдағы уақытта жалғасын таба ма? Болашаққа қатысты қандай жоспарлар бар? Самира Ерболатқызы айтып өткендей, негізі бұл акция жаңа нәтижесінен бөлек, ол тек оқушыларға, мұғалімдерге және мектептен тыс оқушыларға да бір үлкен көмегін тигізді. Олар мысалы, осы біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі, қазір Варшавада оқып жүрген Фариза атты түлегіміз бар. Мен онымен жақын араласам, және жаңа түскен қаржыларды қарап отырсақ, ол күнде 100 теңгеден жіберіп тұр. Яғни ол қайырымдылық жасауды өзіне әдетке айналдырды десек болады. Осы акцияның басты бір мақсаттарының бірі ол қазір біз жаңалықтардан көреміз, қатыгез адамдарды көреміз. Қазіргі қоғам деградацияға ұшырап баратыр деп ойлаймыз. Сондықтан осындай қиын-қыстау кезеңде адамдардың жүрегінде бір мейірімділікті ояту деген мақсатта бар. Және осы қайырымдылық акциясын ұйымдастыру барысында бізге көптеген мүмкіндіктер ашылды. Біз дейтін өзіміз оқушылар, мұғалімдер, жетекшілеріміз болып, өзіміз басқа компаниялармен келісім жүргізіп, олармен байланысып, осы қайырымдылық акциясына қосылуға шақырдық. Және осы маған акциядан бір берген мүмкіндіктерінің бірі, ол мен осы Маңғыстау облысының жастар орталығының басшысының орынбасары Мұқаш Оралбаймен мен таныстым. Ол біздің осы акциямызды мақтап, мені өзінің жастар үйіне қонаққа шақырды. Және осы бір айға жуық уақыт жұмыс жасағанның еңбегі деп мен осы Мұқаш Оралбаймен танысқанымды санаймын ең бірінші. Себебі қайырымдылықпен біз тек бүгін қана айналысып, ертең айналыспай қалмаймыз. Және алда уақытта біз одан да мықтырақ жобаларды қолға алғымыз келеді. Ал нақты сандық нәтижелерге келетін болсақ, негізі акцияның басында жаңағы облыстық көлемдегі акция болғандықтан мен
1 миллион теңге қаржы жинайтынымызға сенімді болдым. Және осы акцияда қыздармен уәделескен болатынмын, егер 1 миллион теңге жинамасам, шашымды бояймын деп. Алайда бәрі біз ойлағандай болмайды. Көптеген жұмыс барысында көптеген қиындықтар туындады. Кейбір мүшелер белсенділік танытпады, бірақ енді оғанда өкпелеудің қажеті жоқ, себебі әр оқушының деңгейі әртүрлі, оның ортасы да әртүрлі. Мысалы, біз Назарбаев зияткерлік мектебі жыл сайын осындай қайырымдылық акциясын ұйымдастырып үйреніп қалсақ, қалған оқушылар үшін бұл алғашқы акциялар болуы мүмкін, және олар үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Қазір біз мақсатымыздың жартысын орындадық, яғни 460 мың теңге қаржы жинадық, шығындарды есептемегенде. Және мен нәтижеге қанағаттанамын. Біздің қазақ халқы шүкіршілік еткен, қандай нәтиже болса да біз оны қабылдаймыз. Және осы қаржы арқылы біз 25 күні көмекке мұқтаж 5 отбасыға 160 мың көлемінде азық-түлік алып, оларды апарып бердік. Бәрі мәз, құшақтап жатыр. Және осындай эмоциядан кейін осы қиындыққа толы 2020 жылды осылай сәтті қайырымдылықпен аяқтағанымызға өте қуаныштымын. Және осы акция барысында бізге көмектескен мұғалімдерге, ата-аналарға және 100 теңге болсын бізге қаржы аударған барлық адамдарға рахметімді айтамын. Себебі осы 2020 жылда біз біргеміз деген фраза шықты. Біз осы фразаны іспен дәлелдедік деп ойлаймын. Себебі тек мен, тек 20-ші мектеп, тек 22-ші мектеп, әр мектеп өз-өзімен жүрсе, онда біз осындай деңгейде акция өткізбейтін едік. Біз бірлесіп, бірге екенімізді көрсетіп, осы акцияны сәтті аяқтадық. Замира Ерболатқызы, Жансұлтан, өз тараптарыңыздан зияткерлерге не жолдайсыз? Айтар тілек, ұсыныстар болса, мархабат. Өз тарапымнан біздің зияткерлерге мен осылай үлгі болсын деп тілеймін, басқа мектептерге. Яғни басқа мектеп көшбасшыларымен тәжірибе алмасып, өздерінің көшбасшы екендерін әрі қарай дәлелдей бергенін тілеймін. Енді мен оқушыларға, өзім оқушы болғандықтан, оларға осы өзіңізді басқару ұйымының президенті және оқушы ретінде тілегімді айтайын. Жалпы біздің мектепте ғылыми жобамен айналысатын оқушылар көп, алайда кез келген оқушының ол ғылыми жобамен сәтті айналысуы қолынан келе бермейді. Сондай оқушыларға, егер өзінің ғылыми жобаларда жолы болмай жүрген оқушыларға айтарым, жыл бойы тек бос жатпаңыздар, өзіңізге әлеуметтік, спорт немесе өнерге жақын жобаларды алыңыз, еңбектеніңіз, басқа оқушылармен бірге жаңа тың идеяларды іске асырыңыз. Себебі әр жоба, әр жұмыс ол бір жаңа мүмкіндіктер ашады, ол жаңа тәжірибе. Мысалы, мен алдыңғы оқушылы жүгіру клубын ашқанда, ол мен үшін бір үлкен тәжірибе болды. Мен ол арқылы біріншіден мұғалімдермен, оқушылармен жақынырақ араластым, таныстым, және сол жобамның арқасында мені Рауан Шабат партиясына спорт министрі ретінде шақырды. Және осы жылы мен жаңа әлеуметтік жобаларды қолға алдым, және осы жүрегім жомарт қайырымдылық акциясында маған көптеген мүмкіндіктер ашты. Сол зияткерлерге айтар тілегім, кеңесім, ұсынысым ол кез келген уақытта бір бос жатпай бір жобаны қолға алыңыз. Осы орайда барлық оқушыларға кеңесім, ұсынысым, өзіңізге ұнайтын, ойыңызда жүрген идеяны іске асыруды қазірден бастаңыз. Сіз қазір бастап кетсеңіз, жұмыс барысында сізді қолдайтын жетекшілер, оқушылар табылады, және әр жоба сізге бір жаңа есік ашады. Замира Ерболатқызы, Жансұлтан, алтын уақыттарыңызды бөліп студияға келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Жаңа бастамалар, жағымды жаңалықтар тілейміз.